Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін көтеріліп, арасы құрғамай пісетін өте балғын пирог дайындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Пирог өте дәмді шығады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Сонан соң қантымыздан тура толтырмай 12 қасық санап салатын боламыз. 10, 11, 12. Екеуін жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Енді пирогымыз 12 қасық деп аталғандықтан, мына жерде 12 қасық сүт. Осы сүтті құямыз. Және де разрыхитель ұн. Ұнымызда бұл жерде 12 қасық, тура 12 қасық. Енді осы ұнымызға разрыхителімізді алып, бір қасығын араластырып жіберетін боламыз. Разрыхитель, яғни бір шай қасық. Жақсылап барлығын араластырып жібереміз. Араластырып болған соң, шетінен ыдысымызға сала отырып, жақсылап бір керкі етіп, түйіршіксіз араластырып шығатын боламыз. Мінекей араластырып болдым. Енді осыған шай қасықтың ұшымен кішкене бір шымшым тұз саламыз, және де 12 қасық сұйық май құятын боламыз. Бұны да қасығымызбен толтырмай 12 қасық тура санап алатын боламыз. Сонымен барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің массамыз осындай болып шығады, сұйық болу керек. Өте керемет пирог, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді пирогымызды пісіретін формаға құйып аламыз. «180 градуста 30-35 минутқа жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз». Мінекей пирогымыз дайын. Шешіп формадан шығарамыз. Көтеріліп жақсы пісті. Қазір кесіп көреміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кесілуде өте оңай және жұмсақ кесіліп жатыр. Үйде шай ішкенге, жаңағы шаймен бірдеңе іздеп жегіміз келген кезде тез пісіре салуға өте ыңғайлы пирог. Мінекей. Арасының өзі өте әдемі, жұмсақ болып піскен. Енді құрғақ емес, жаңағыдай балбырап тұрады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.